Мына кісінің санасы өте төмен екен. Мен видеомды көрген әрбір саналы адам кімнің не айтып отқанын жақсы түсінеді. Ол видеоны менің парақшамнан көріп шықсаңыздар болады. Ал қазірше мына кісіні тыңдайық. Отбасылар ажырасып кетуі мүмкін, айырылысып кетуі мүмкін деген сияқты дүниелерді айтыпсыздар. Бірақ ой берілетін мағына онда емес еді ғой. Рас қой, әйел адам ақшаны құртсын, шашсын, демалсын, лайықты. Сені киіндіреді, тамағыңды береді. Келсіндерші еркектер, таңертең тұрған кезде тіпті нәскиімізді табамайтындар болады ғой. Біріншіден, Нұрлан имамдікі дұрыс болатын болса, неге менің блокқа қойып, осы күнге дейін менің сөзімнің бұрыс екенін халыққа айтып жауап бермей жүр. Екіншіден, өзгелерді бұзатын, өзі не сырттың, не үйдің жұмысына жоқ, өзінің кім екенін таппай жүрген осындай әдепсіз салақ еркектер. Бұл өмірде әйелдің де, ер адамның да өзінің миссиясы бар. Ер адам жауапты, қорғаушы, отбасында басшы болу болатын болса, әйел адам өмірге ұрпақ алып келуші, отбасында береке мен тыныштықты орнатушы, және сол ұл қызына тәрбие беруші. Қазір барлық отбасыларында кір жуатын машина, микроволновка, газ плита, пылесос деген техникалармен жағдай жасалынған. Соның өзін жасауға ерініп, бала туғанын, бір тамақ істеп, бір үй жинағанын міндет қылатын әйелдер бар. Күйеуінің тауып келген кішкене ақшасын ұқсата алмай, көшеден тамақ алдырып жейтінде әйелдер бар. Бұндай олақ әйел бар үйде қайдан береке болсын? Өзінің орнын білмеген әйел, ол әйел емес. Бұндайларды жатып ішетін арам тамақ деп айтуға болады. Әрине, ерлі зайыпты бір-біріне көмектескен дұрыс, бірақ өз орындарын, өз жолдарын ұмытып кетіп, бір-бірінің ісіне араласып кеткен дұрыс емес.